Қуанышбек, оқыған Ләззат Әлдибай. Біздің ауылда Қуанышбек деген жігіт болды. Жігіт десе көз алдымызға қол-аяғы балғадай, 20 мен 40 жастың арасындағы, бетінде аса көп әжімі жоқ ер адам елестей қалады емес пе? Қуанышбектің параметрлары бұл көрсеткіштердің ешқайсысына сай келмейді. Соған қарағанда бұл Қуанышбегін 40-тан асып 50-ден серіп қалған жігіт ағасы болса керек. Жігіт ағасы дейін десең, жүріс-тұрысы, іс-қылығы тура баланыкі еді жарықтық. Үстінде көнетөз қоңыр костюм, баста кірлеп кеткен сұр кепка, аяқта мыжырайған керзетік, күнге қақталып, жел қағып тоза бастаған, бетінің жартысында жарты сантиметрдей боп тікірейіп өскен сақалы тұратын. Мен көрген Қуанышбек тура осындай еді. Қысы-жазы бір қалыпта дәл осылай киінеді. Бетінің жартысын дәл осындай жарты сантиметрдей боп өскен, сақалы шауып тұрады. Өмір атты шұбатылған ұзын сонар телесериалдың ұлы режиссері Қуанышбекке тек осы киіммен, осы кепкамен, осы сақалмен ойнап шығуды қатаң тапсырған сияқты. Тек қысқы түсірілімдерде қоңыр костюм, қара күпәйкемен, сұр кепка қоңыр тымақпен алмастырылған. Әне Қуанышбек арбасын сүйреп суға кетіп бара жатыр. Жолай кездескеннің бәріне қос қолдап амандасып, жағдайын сұрап, қалбалақтап қалады. Ауласында отырған қарт кісілерге айқайлап амандасады. Сонысына өзі ырза болғандай ыржиып күледі. Қуанышбек ылғи күліп жүреді. Денесін артқа шалқақ ұстайтын. Жүріс-тұрысы, іс-қимылы тура балабақшадан қуанып үйіне қайтып бара жатқан баланы еске салатын. Бірақ бала емес еді. Және жігіт деп айтуға тағы келмейді. Шал деп айтуға ауыз бармайды. Бір кездері миллионер колхоз аталып бүкіл Нарынқол өңірін дүрілдеткен біздің ауыл колхоз тарап нарық заманына көшкен сол бір 90-шы жылдары сұмдық тозып кетіп еді. Елдің еңсесін қатты түсірген сол бір сынақ жылдар Қуанышбектің ғана көңіл күйіне еш әсерін тигізе алмады. Осының бәрі уақытша құбылыс дегендей, Қуанышбек елдің бәрімен қауқылдасып амандасып, көңілді қалпынан суын таси берді. Ең бір қызығы жүрген жолындағы көлденең жатқан тас, я болмаса ағаш, қоқыс секілді нәрселерді жолдың шетіне лақтырып тастайтын. Сол қылығына қарап біз оны жар емес деп ойлайтынбыз. Жынды болмаса жолда жатқан добалдай тастарды теріп несі бар? Қуанышбек деп айқайлап шақырып аламыз. Скамейкада отырып Қуанышбек қалт тоқтайды да бізге қарай қос қолын бірдей созып келе жатады. Өзімізден әлденеше үлкен адамның бізге бұлай келе жатқаны біз үшін бір аптарихат, жар емес қой деп ойлайтынбыз. Әйтпесе қайдағы бір боқ мұрындар атыңды тура айтып шақырып тұрса, өзіміз болсақ желкесін үзер едік. Кей-кейде біздің көшенің колонкаларынан су шықпай қалып, арбамызды сүйреп су бар колонка іздеп ауылдың ішінде тентіреп кетер едік. Су алмаған бірді-екілі колонканың басы кәдімгідей қараң-құраң өшірет боп кететін. Сондай өшіреттерде Қуанышбекті ашықтан ашық басынатынбыз. Қуанышбек, мен ала салайын, асығыспын. Ала бер дейді Қуанышбек ыржиып. Бұл су саған да, маған да бәрімізге жетеді дейді, махоркасын ширатып жатып. Қуанышбек, мен де асығыс едім. Қуанышбек, жандостан кейін мен алам, онда? Алыңдар. Сол Қуанышбектің кезегін пайдаланып кеткенімізге мәз болып дүниені тындырғандай боп, су толы флягасы бар қол арбамызды сүйреп үйге қайтатынбыз. Ақыл есі кем деп ойлайтынбыз. Мектеп бітірдік, оқуға түстік, студент атандық, қалалық болдық. Ауылымыз балалық шақпен бірге алыс қырдың ар шетінде қалды. Ауылмен қатынасымыз сиреді. Өткенде бір жұмыстармен ауылға барғам. Ауылдың өңі кіріп қапты. 3-4 көше асфальтталыпты. Орталық көшелерге жарық берілген. Қираудың аз алдында қалған мәдениет үйі күрделі жөндеуден өтіп, еңсесін қайта көтеріп, ауылдың ажарын қайта кіргізгендей болыпты. Ең кереметі, ауылдың қақ ортасына жарқыраған еңселі мешіт салыныпты. Баяғы ескі мешіт ауыл балаларына Құран үйрететін медресе әрі жатақханаға айналған. Мешіттің айналасына балалар ойнайтын алаңқай, оның жанына жас өспірімдерге арнап салынған заманауи футбол алаңы жарқырап тұр.
қатты қуанып қалдым. Мешіттің іші сыртын аралап ұзақ жүрдім. Бұлардың бәрін кім салып берді деймін таңғалып. Алла тағала дейді имам жымиып. Себепкері кімдер екен деймін мен де қоймай. Осы ауылдағы Құдайға қараған бір ағамыздың отбасы. Кім екенін біліп тұрмын. Шет жағасын естігем, имаммен сөйлестім. Сөз арасында Қуанышбектің қайтыс болғанын естідім де бет сипадым. Жаны жәннатта болсын дедім, шалдар құсап күбірлеп. Ертесі қалаға қайттым. Ауылдың шыға берісіндегі қырқадағы қалың бейіттің қасынан әруақтарға бет сипап өте бере Қуанышбек есіме түсіп кетті. Марқұм жақсы адам еді. Қай жерде жатыр екен, неден қайтты екен? Неге екені белгісіз Қуанышбек ойымнан шығар емес. Қуанышбек дедім. Өзіммен өзім ойша толғанып, кімнің тозаққа, кімнің жанатқа баратын бір Алладан басқа ешкім білмейді. Бірақ менің ойымша сен жұмақтың адамысың. Басқалай болу мүмкін емес. Қолыңмен де, тіліңмен де айналаңа зияның бір тимепті. Керісінше, шамаң жеткенше жеріне шейін айналаңа тек пайда келтіруді ғана ойлапсың. Шын мұсылман сен боларсың. Ауылымыздың сәні мен берекесі қайта кіріп келе жатқаны сендей адамдардың ниетіне қарай болар. Бәлкім жер шарының өз өсінен ауып кетпей тұрғанда сен сияқты бірдегілі адамның әлі де болса тірі жүргенінен болар. Текестің бұрылысынан оңға бұрыла бере қалың бейіттің жанынан өткенде Қуанышбек қайта есіме түсті. Жарым ес деп ойладық-ау. Жолдағы добалдай тастарды шетке лақтырып жүргеніңді мазақ қылушы едік. Қараңғыда адам иә болмаса мал сүрінбесін деп жолда жатқан тасты шетке алып тастаған адам жар емес пе, әлде соған күлген адам жар емес пе? Кім білсін? Мен ойлаймын, егер Қуанышбек басқаларымыз секілді оқуға түсіп, жұмысқа тұрып, жоғары қызметке ілінсе, айналасына тигізер пайдасы ұшан теңіз болар еді-ау деп. Бұған мен шүбә келтірмеймін. Өйткені айналаңа қалай пайдасын тигізуге болатын еш оқуды оқымай-ақ шамаңның жеткенінше көрсетіп кеттің. Әркім шамасына қарай садақа берсін деген хадистің хас үлгісін көрсетіп кеттің. Сенің шамаң сол болатын. Ал біз ше, ауылда қалмадық, оқуға түстік, қызметке іліндік, ел көріптік, жер көріптік. Бірақ айналамызға қандай пайдамыз тиіпті? Бар бітіргеніміз 100 000 теңге айлықпен жұма күні мешітке барып, 50-100 теңге сандыққа салып кетеді екенбіз. Жұмақты 100 теңгемен сатып алғымыз кеп жүрген нағыз жар емес біз болармыз бәлкім. Қуанышбек болса, сол 100 000 теңгені түк қалдырмай салар еді-ау деп ойлаймын. Одан кейін жар емес деп тағы күлер едік. Біз ғой күле береміз. Ал сіз ше? Сіз айналаңызға қандай пайда тигізіп жүрсіз? Тыңдағандарыңызға рахмет. Арнама тіркеліп қолдап отырыңыздар.